Қазақтың ұлттық ойындары ежелгі заманда пайда болған. Ол бірте-бірте дамып, біздің дәуірімізге жеткен. Қазақта 150-ге жуық ұлттық ойындар бар. Қыз қуу. Ереже бойынша қыз бен жігіт атқа мінеді. Қыз белгілі жерге дейін қашу керек, ал жігіт оған жетіп сүюі керек. Қуып жете алмаса, қыз жігітті қуып, оны қамшымен ұрады. Бұл ойын ғашықтардың сезімдерін білдіру, немесе қыз бен жігітті таныстыру мақсатында ұйымдастырылады. Бәйге қазақтың ұлттық спорт ойыны. Шабандоздардың ат жарысы. Бәйге түрлі тойларда, мерекелерде өткізіледі. Шабандоздар бір-бірінен озу үшін барлық күш-жігерін салады. Шабандоздардың қолдарына арнайы нөмірлерді тапсырады. Жарыстың соңында реттік нөмірі бойынша жүлделер, яғни бағалы сыйлықтар береді. Күрес. Қазіргі Қазақстанда бұл өнер үлкен сұранысқа ие. Қазақ күресі бойынша жарыстар, мерекелер мен жиындарда жүргізіледі. Бұл ойын адамның денесін шынықтырып, бұлшық еттерді қатайтады. Төзімділікке, батылдыққа, тез ойлануға үйретеді. Жеңіске жеткен балуандар халықтың құрметті адамына айналған. Мысалы, қазақтың ұлы батыры Қажымұқан. Ол тарихта қалған адам.